ауыл тұрғындары, әріптестер, бүгінгі қоғамдық тыңдауға қатысушылар, қоғамдық тыңдауға қош келдіңіздер. Бүгін кезекті қоғамдық тыңдауда ЦПУ 2 энергиямен қамтамасыз ету жүйесін жаңғырту жұмыс жобасына Арман кен орнында қуаты 4 болатын мегаватт газ қоршынды электр станцияларын орнату, кеңейту, Арман кен орнында номер 214 ұңғымасын жайғастыру жұмыс жобаларына қоршаған ортаны қорғау бөлімі және табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары жобалар талқылануға шығарылып отыр. Қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 96 бабы және Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің міндетін атқарушы 2021 жылғы 3 қаңтардағы нөмірі 286 қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес өткізіліп отыр. Қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде мен жергілікті атқарушы орган, яғни ауыл әкімі Тұрақбай Сағынжан Қыдырбекұлы, қатысушы ретінде Сана ПСК жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және КТС Project Consulting жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі Сақтау Самал Махамбетқызы кандидатурасы ұсынылады. Қарсылықтарыңыз жоқ па? Онда бір ауыздан сайланды. Сөз хатшыда. Қайырлы күн, құрметті тыңдауға қатысушылар. Сіздердің назарларыңызға ЦПУ 2 энергиямен қамтамасыз ету жүйесін жаңғырту жобасы және де Арман кен орнында қуаты 4,4 мегаватт газ қоршынды электр станцияларын орнату жобасының кеңейту жобасы және де Арман кен орнында номер 214 ұңғымасын жайластыру жұмыс жобасына қоршаған ортаны қорғау бөлімі және де табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары тақырыбында баяндама ұсынылады. Келесі слайдымызда кен орны туралы жалпы мәліметтер айта кетсем, Құрыс ауданы Бозашы түбегінің солтүстік батыс жағалауында, Каспий теңізінің жағасынан 300 метр жағалау аймағында, Қаламқас кен орнының солтүстік батысына Бұрыншық мүйісіне жақын жерде орналасқан. Әкімшілік жағынан Құрыс ауданы Қазақстан Республикасының Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданына құрамына кіреді. Ақтау қаласынан облыстық орталығы 246 шақырым қашықтықта орналасқан. Ең жақын елді мекендер олар Қаламқас кен орны 15 шақырым жерде болса, Шебір ауылы 95 шақырым жерде болып табылады. Кен орны облыс орталығы мен Ақтау Қаламқас асфальтталған жолымен байланысады. Келесі слайдымызда осы мекеменің орналасқан картасы көрсетілген. Келесі слайдымызда жоспарланған жұмыстардың қысқаша сипаттамасы. ЦПУ 2 энергиямен қамтамасыз ету жүйесінің Арман кен орнында қуаты 4,4 мегаватт газ қоршынды электр станцияларын орнату бойынша кеңейту жобасы. Бұл жобаның мақсаты Арман кен орнында дайындаушы зауыттың толық блок жиынтық жеткізілімі болып табылатын контейнерлік үлгідегі қуаты 4,4 мегаватт жаңа газ қоршынды электр станцияларын орнату арқылы ЦПУ 2 энергиямен қамтамасыз ету жүйесін жаңғырту болып табылады. ГПС құрылысына арналған алаңдар. Арман кен орнының қолданыстағы ЦПУ 2 аумағына іргелес бүкіл периметрі бойынша биіктігі 2 метрді құрайтын бетон бағаналы іргетасы бар металл бағаналар бойынша торлы панельдер жасалған қоршаумен қоршалған. Өнімділігі 280 метр куб сағатты құрайды. Жобаланған ГПС-дің жалпы қуаты 4400 киловатты құрайды. Негізгі жеткізу жиынтығының құрамына контейнерлік типтегі ГПС 4 дана кіреді, кіру ғимараты кіреді, F1-2 газ сүзгі блогы кіреді және де S1 тоңазғыш кептіру қондырғысы кіреді. МБФ 2410 отын газ сепараторының артық газ Ариэль газ компрессорына және өз қажеттіліктері үшін түседі. Газ компрессорына төмен қысымды бір дана газ сепараторынан және резервуар паркінің газ теңестіру жүйесінен газ беру жүйелері тартылады. Газ компрессорынан сығылған газ қабылдағыш арқылы Ариэль газ компрессорының қабылдау коллекторына түсетін болады. Қосылу қолданыстағы газ құбырына жүзеге асырылады. Бұдан әрі ду 150 газ құбыры бойынша газ ГПС газ қоршынды электр генераторлық станциямен БКУ алаңына F1-2 газ сүзгілері арқылы берілетін болады. Газ S1 тоңазғыш кептіру қондырғысына түседі және одан әрі ГПС 1-4 газ қоршынды электр станцияларына жіберілетін болады. БКУ блок болып табылады. Жабдық реттегіш арматураны қоса алғанда құбыр
байламы толық жеткізіледі. Келесі слайдымызда атмосфералық осы жоба бойынша атмосфералық ауаны әсерді бағалау. Құрылыс кезеңінде барлығы 11 бірлікті құрайды. Құрылыстың бірінші және екінші кезеңі болып бөлінеді. Және пайдалану кезінде атмосфера ластауыш заттардың шығарылу көздері 10 бірлікті құрайды. Құрылыс кезінде ұйымдастырылмаған 2 бірлік, ұйымдастырылмаған 9 бірлік болып табылады. Ал пайдалану кезінде ұйымдастырылған 8 бірлік болса, ұйымдастырылмаған 2 бірлік. Құрылыс кезеңінде ластауыш заттардың шығарылған көлемі бірінші кезең бойынша 0,0708 тонна кезеңді құрайды. Екінші кезең бойынша 0,0592 тонна кезеңді құрайтын болады. Ал пайдалану кезінде 435,209 тонна кезеңді құрайды. Келесі слайдымызда осы жоба бойынша су тұтыну және су бұру балансы. Су тұтыну көлемі барлығы 280 ауыз су қажеттіліктері бойынша жылына 23,18 тонна метр куб құраса, шаруашылық тұрмыстық қажеттіліктері бойынша жылына 289,75 метр кубты құрайды. Ал су бұруы дәл сондай болып табылады. Келесі слайдымызда құрылыс және пайдалану кезінде түзелетін қалдықтарды жинақтау лимиті. Құрылыс кезінде барлық жинақтау лимиттері 11,281 тонна кезеңді құрайды. Ал пайдалану кезінде 10,808 тонна кезеңді құрайтын болады. Барлық қалдықтар жинақталуына қарай одан әрі қайта өңдеуге лицензиясы бар мамандырылған ұйымдарға берілетін болады. Келесі слайдымызда екінші жоба бойынша жоспарланған жұмыстардың қысқаша сипаттамасы. Бұл жоба Арман кен орнында номер 214 ұңғымасын жайластыру жобасы. Бұл жобаланған ұңғыманы пайдалану әдісі механикаландырылған болып табылады. Механикаландырылған жұмыс әдісімен электр жетекті орталық тепкіш сорғы ОЭЦН қондырғысы қолданылады. Жобаланатын номер 214 ұңғыма номер 108, 201, 212 ұңғымалардың жалпы алаңында орналасқан. Жобаланған ұңғымалар алаңының мөлшері номер 108, 201 және 212 ұңғымалар бойынша 100-200 метрді құрайды. Алаңның биіктігі 1 метр, жалпы үйіндісі қарастырылған. Сондай-ақ осы ұңғымалар алаңында қолданыстағы кіреберіс манифольд орналасқан. Номер 214 ұңғыманың жобаланатын алаңында мынандай алаңдар мен құрылыстар көзделген. Олар ұңғыма сағасы, ауыз қуысы, сағалық жұмыс алаңы, ажыратқыш ысырмалар, тексеру клапандары, электр контактілі манометр, жөндеу қондырғысы бекітуге арналған якорь астындағы орын, түгендеу, қабылдау көпірлерін орнату алаңы, жөндеу агрегатына арналған алаң, және КТП алаңы, және де ұңғыма сағасын қоршау болып табылады. Келесі слайдымызда осы жоба бойынша атмосферлық ауаға әсерді бағалау. Құрылыс кезінде барлығы 10 бірлікті құрайды, және пайдалану кезінде 2 бірлік атмосфера ластаушы заттарын шығарылу көздері анықталған. Құрылыс бойынша ұйымдастырылған 3 бірлік болса, ұйымдастырылмаған 7 бірлік. Ал пайдалану кезінде 2 бірлікте ұйымдастырылмаған болып табылады. Құрылыс кезеңінде ластаушы заттардың шығарылған көлемі 4,580 тонна кезеңді құраса, пайдалану кезінде 0,263 тонна жылына құрайтын болады. Келесі слайдымызда осы жоба бойынша су тұтыну және су бұру балансы. Барлығы ішу қажеттіліктері, шаруашылық тұрмыстық қажеттіліктер бойынша және де техникалық қажеттіліктер бойынша су тұтыну көлемі жылына 4,086 метр куб жылына құрайтын болады. Су бұру көлемі де дәл осындай. Келесі слайдымызда құрылыс кезеңінде түзелетін қалдықтарды жинақтау лимиті. Жинақтау лимиті құрылыс кезінде барлығы 2,117 тонна жылына құрайтын болады. Барлық қалдықтар жинақталуына қарай одан әрі қайта өңдеуге лицензиясы бар мамандырылған ұйымдарға берілетін болады. Келесі слайдымызда атмосфераға шығарындыларды азайту жөніндегі іс-шаралар жоспары.
Олар жұмыстарды өндіру технологиясын дәл сақталуын бақылау, барлық технологиялық параметрлерді қатаң сақтау, жабдықтың герметикалығын тұрақты бақылауды жүзеге асыру, технологиялық процестің барысын тұрақты бақылауды жүзеге асыру, қызметкерлерді төтенше жағдайларға ден қоюға үйрету, өртке қарсы қауіпсіздік нормалары мен ережелерін сақтау, атмосфераға ең аз шығарындылары бар заманауи жабдықты пайдалану, жабдықтың беріктігі мен герметикалығын қамтамасыз ету, және де технологиялық жабдықтарды жоспарлы алдын алу жөндеулерін және профилактикасын уақытылы жүргізу, зиянды заттардың таралуын есептеу, талдауы, санитарлық қорғау аймағының шекарасында барлық ингредиенттер бойынша жер бетіндегі концентрациялар атмосфералық ауа сапасының критерияларынан аспайтынын көрсетеді. Қоршаған ортаның қалдықтары мен ластануын болдырмау жөніндегі іс-шаралар. Кәсіпорында түзілетін өндіріс және тұтыну қалдықтары арнайы бөлінген уақытша сақтау орындарында, яғни тығыз жабық контейнерлерде жинақталады. Қауіпті физика-химиялық қасиеттері бар қалдықтар үшін кәсіпорын аумағында қалдықтардың қауіпсіз айналым бақылау көзделген. Қоршаған ортаның қатты қалдықтары мен ластануын болдырмау үшін Қазақстан Республикасында нормативтік талаптарға сәйкес іс-шаралар жоспарланған. Олар арнайы сыйымдылықтарда және арнайы жабдықталған алаңдарда уыттылығы бойынша сұраптай отырып, промотходтарды түгендеу және де жинау, және де жоспарланған іс-шаралардың орындалуын бақылау болып көзделеді. Келесі слайдымызда табиғатты қорғау іс-шараларын жоспарына жұмыстарды жүргізу аумағында шаңды басу жөніндегі жұмыстар кіреді, және де жер қойнауын жай-күйіне мониторинг жүргізу, техникалық және ауыз су шығыны нормаларын сақталуын бақылау жүргізу, және де өндіріс және тұтыну қалдықтарын одан әрі кәдеге жарату, қайта өңдеу үшін кен орнынан шығару, осы табиғатты қорғау шараларының жоспарына кіреді. Осымен мен баяндамам аяқталды. Сұрақтарыңыз болса? Жоба бойынша ұсыныс сұрақ қойыңыздар ма? Қыздарда сұрақ бар ма екен? Сабина? Жоқ, аяқтайық. Басқа сұрақ жатса қоғамдық тыңдау өткізуді хабарлаймыз. Сау болыңыздар.